Сіздің денеңіз жай ғана храм емес, табиғат тарихының музейі де. Анықтап қарасақ, бізге бүгінгі күні қажет емес болып қалған, алайда ежелгі биологиялық түрлерге өте маңызды болған мүшелерді табуға болады. Өздерінің негізгі функцияларынан айырылған, алайда денемізден толықтай жойылып үлгермеген бұндай мүшелер эволюциялық теорияның негізгі аргументі болмақ. Қолыңызды тегіс жерге қойып, бас бармағыңызбен шынашақ саусағыңызға жетіңіз. Енді білегіңізді жоғары қарай бүгіп көріңіз. Сіңір тәрізді байланыстырушы бұлшықетті байқасаңыз, сізде тепе-теңдік сіңірі бар деген сөз. Бұл мүше 10-15% адамда кездеспейді. Осы бұлшықеттің биологиямызға ешқандай пайдасы жоқ. Сондықтан әртүрлі пластикалық операциялар жасағанда дәрігерлер осы сіңірді кесіп алып, беттің формасын өзгертуге немесе тартуға қолданады. Алайда бұл сіңір басқа көптеген сүтқоректілерде әлі көп кездеседі, әсіресе ағашта өрмелейтіндерінде. Тепе-теңдік бұлшықеті лемурлар мен маймылдарда ең ұзын, ал шимпанзе, горилла және адамдарда қысқарақ. Бұл осы түрлердің өмір салтына тікелей байланысты. Бұл эволюцияның жалғыз ғана ізі емес. Мәселен, құлақ айналасындағы мына 3 бұлшықетке қараңыз. Олардың көмегімен бізге құлағымызды қозғалту қиынға түседі әрине. Алайда өзге сүтқоректілер осы 3 бұлшықет арқылы дыбыс көзінің қайда орналасқанын дәл таба алады. Осы бұлшықеттердің жұмысын электродтар арқылы байқауға болады. Зерттеушілер барлығымыздың құлағымыз еріксіз дыбыс шыққан жаққа бұрылады, алайда біз оны көбінде байқамаймыз деген. Электродтан алынған көрсеткіштер арқылы дыбыс көзінің орнын математикалық жолмен табуға да болады. Демек, бұлшықеттер өз қызметіне берік. Мысалы, егер дыбыс сол жақтан шығатын болса, сол жақтағы бұлшықеттер белсендірек қозғалады. Бұлардан бөлек, дененің тітіркенуі де эволюцияның дәлелі екен. Біз жаураған кезде терідегі кішкентай бұлшықеттер дене тіктерін қысады. Сөйтіп денемізде көп төмпешіктер пайда болады. Сүтқоректі туысқандарымыз үшін үрпиген түктер қоршаған орта мен жануар денесі арасындағы ауданды үлкейтіп, жылу ұстайды. Бұл құстарда да байқалады. Адреналин гормоны дене жаурағанда көмекке келетін өзге ерекшелік. Сонымен қатар, бұл гормон стресстік жағдайларда денені үлкейтіп көрсетуге де әсер етеді. Сондықтан аса эмоционалды сәттерде біздің денеміздің түршігуі де осы себептен екен. Бұлардан бөлек, омыртқамыздың төменгі бөлігінде құйрық іздерін табуға болады. Құйымшақ бөлігі кей адамдарда 3, кейбірінде 5 сүйектен тұрады. Бұл ежелгі құйрықтың жоғалып бара жатқанын білдіреді. Негізінде, құрсақ кезімізде біздің барлығымызда құйрық болған деседі. Дамудың 4-ші аптасына дейін адам эмбрионы өзге құйрықты жануарлардың эмбрионына өте ұқсас жолда дамиды. Өзге жануарларда бұл мүше өз дамуын жалғастырады, алайда адамдар мен приматтарда бірнеше аптадан кейін құйрық жойылады. Дегенмен кей өте сирек жағдайларда мутация осындай қалыпты гендік тізбектерді бұзып, биологиялық заңдылықтарға тіптен қайшы келеді. Сөйтіп құйрығы бар сәбилер секілді адам денесіндегі әртүрлі ауытқушылықтар кездесіп жатады.